Бәріңе сәлем. 71-7 арнасында желтоқсан немесе Бексұлтан. Өйткені желтоқсан деген тәуелсіздікпен бір синоним сияқты болып кетті. Музыкамды тәуелсіз сақтау үшін, тәуелсіз музыканы шығару үшін сол желтоқсан деген аттанады. Нақты ондай жоспар жоқ, дәл сол желтоқсан оқиғасын жазатын. Бірақ алдағы уақытта енді білмеймін не болып кететінін. Жалпы андай я да емес, жоқ та емес. Негізі алысқа деген өлең сол желтоқсанға арналған, Элементтер бар, бірақ та нақты соған арналмаған. Әлемдіктен Боб Дилан, Kanye West, Frank Ocean шығар. Қазақстанда қиындау. Қазақстанда жалпы музыка жағынан негізінде Ринат Қайсин ұнайды. Ондай қатты сүйіп тыңдаймын ете алмаймын. Батырхан Шүкенов, может быть. Мархаба Саби, Дюд, может. Примерно солай. Топ-4 болып кетті. Kanye West'ің Runaway киносы ұнайды түгел. Альбомға шығарған, My Beautiful Dark Twisted Fantasy деген кино қылып шығар. Сол ұнайды. Тағы не ұнайды? Childish Gambino'ның Sober дейтін клип ұнайды. Ондай кафеде билейтін күшті клип өте. Сосын Қазақстанда сосын кім не ұнайды? Chet Faker'дің Gold дейтін ұнайды. Ол, короче, андай машина жүріп батады, машинаның артына просто камера қойып қойғанда, оның артынан қыздар ролик теуіп жүреді. Просто жол ролик теуіп. Сол ұнайды. Қазақстанда что-то есіме түсіре алмай тұрмын. Жайықпен жүздескенде ұнайды. Сүйікті актерларым қазір кім бар еді? Адам Сэндлер дейді. По идее, Виго Мортенсен күшті негізі, Капитан Фантастик деген нелері. Бірақ андай қатты неге қарамайды екенмін негізінде, актерский ойынға негізінде. Бұрын қатты жақсы көретінмін, актермен қарайтын, бұрын қазір больше режиссермен қарайтын сияқтымын. Кубрик ұнайды? Ё-моё, кім ұнайды? Сарантино ұнайды, Пауло Сарантино ұнайды. Сосын барып Скорсезе, наверное, примерно. Жанр, так. Комедия ұнайды негізінде. Драма. Қарай беремін негізінде, ондай қатты не жоқ. Бірақ андай нелерін жақсы көрмеймін, қатты ондай. Хоррор, анау-мынау, короче. Детектив деген сияқты қатты ұнайды. Чисто драма, комедия, мелодрамалар ұнайды. Авиатор, Рука Бога, Молодость, Полночь в Париже, сосын барып Парень из Асакусы дейтін. Так, 5 осы жақсы көретін фильмдерім. Қарауға кеңес беретін ол Парень из Асакусы болар, қайда. Такеши Китаноның өзінің өмір баяны бойынша түсірілген фильм.
өте күшті фильм по идее. Андай шығармашылық адамның жолы жөнінде, ізденіс жөнінде, өзінің стилінде іздеу, қалыптастыру сияқты нәрселер көп күшті көрсетеді. Қатты ұнады, әсерлі, өте әдемі түсірілген. 何なんだよお前芸人だよバカ野郎これが芸事だ本気でやりてんだったら教えてやる Актерлар күшті неғған, сценарий күшті. Сол, андай не сияқты қатты көп ешкім біле бермейді, бірақ та сол жақсы. Немесе по идее осы 5 киноның бәрін де қарап шығуға кеңес беремін. Рука Бога вообще күшті негізінде. Андай білмейді по идее. Андай негізінде мен оқимын көбінесе андай неде. Кино қатты ұнаған кезде там не жайында оқимын көбінесе, режиссер жайында, сондай кейде фактыларды білемін, бірақ есімде қалмайды екен. Есіме түсіре алмайтын ешқайсысын. Sorry. Режиссер жайында. Оқиғасы Кубриктің несі айтады ғой, Кубрикті қызық, жаңа сиянияны түсірген кезде оның съемочный именно съемканың процесі қателеспесем 2 жыл ма сондай болған да. Уже кім Джек Николсонмен төбелесіп қала жаздаған, короче, слишком көп дубль жасайды, мыңдап дубль жасайтын болған. Сонда уже Джек Николсон қуып кетіп, короче, андай төбелескісі келіп сондай болған. Кубрикті тауғандай перфекционист. Сонысы қызық маған негізінде. Богемская рапсодия көрдім. Так, по классике дейсің. Кімді The Doors жайында, Джим Моррисон жайында кино бар күшті. Val Kilmer ойнайды сияқты, по-моему. Өте күшті кино. Андай прям қатты роліға кіріп кеткен. Сосын барып документалкалар жақсы көремін. Боб Дилан жайында Don't Look Back дейтін не бар, документалка бар. Потом кино бар тоже Диланның несі жайында. Өлеңдерінің негізінде құрылған. Көп актерлар ойнайды, короче, Боб Диланды, может, көрген боларсыз. Даже Кейт Бланшеттке дейін ойнайды, короче, қызық. Сол кино ұнайды. Сосын барып Элвисті қарадым, Элвис қатты ұнаған жоқ. Сондай. Тағы да қарадым музыканттар жайында. Нені күтіп жүрмін сосын барып. Тимоти Шаламенмен шығатын. Көрдім, кайф шыққан. Ұқсайды кәдімгідей еще Тимоти Шаламе. И сосын жалпы сол кез, именно қатты ұнайтын кезде, именно қалай маған Нью-Йоркқа келетіні, өзінің жолын бастайтын кездер, именно сол қызықтан. Қалай еді? Complete Unknown деп айтылған ғой. Күтіп жүрмін. 25 декабрьда шығады. ең ұнаған кино қайсысы музыкант жайлы? Қалай әдемі алып шыққаны мысалы? Doors жайында The Doors, Джим Моррисон жайында күшті түсірген, ең жақсы көреді сол сияқты. Атын ұмытып қалыптым, бірақ енді. Білмеймін даже енді Қазақстанда. Кім жалпы қызық? Негізі Kanye West'ің өмірі қызық қой негізінде. Кино түсірсең кәдімгідей қызық. Даже оның түгел өмір жайында түсіре алмайсың да, бір кезеңді аласың да, просто сол жайында түсіресің ғой. Сол жайында түсіретін шығар, может, білмеймін. Жалпы байопиктер негізінде как жанр ретінде қатты ұнамайды негізінде. По-любому жақсы түсіре алмайды сияқтысың. Субъективно болып кетті бәрібір. Сосын үлкен жауапкершілік сияқты. Досым Хасан көрдіңіз бе? Көрдім, Досым Хасан көрдім. Жақсы шыққан негізінде Досым Хасан айтпақшы. Маған ұнады. Динамикасы, несі, қызық кәдімгідей қараған. Кішкене. Неге қатты ұқсайды? Queen. Богемская рапсодияға ма? Иә, стилистикасы қатты ұқсайды. Қызық болды. Жалпы негізі адам өзін қадірлейтін жерде болу керек деп есептеймін. Негізінде өзінің орны бар жерде. Мысалы сен мысалы химиксің да, бірақ та сен қаланда лаборатория болмаса, немесе жоғары оқу орны болмаса, мысалы сен одан да басқа бар қалаға барып өзінің қабілетін дамыту керексің деп есептеймін. Негізінде андай қатты жасанды патриотизмде андай жақсы нәрселерге апармайды. Тек қана қала емес, елде, мысалы, әр жерде өзінің қаншалықты көп пайда әкеле аласың, сол жаққа қарата бару керексің деп есептеймін негізінде. Мен просто Атырауда жүретінмін, мен бүкіл жағдайым бар.
маған кедергі жоқ та ол жерде музыканы жазуға нетуге деген сияқты. Сондықтан мен сондамын, бірақ та біреуге менде андай жоқ қатты. Егер жақсы бәрі еңбектесе, жақсы жұмыс жасасаң, ол и так та бір жемісін береді ғой. Сенің дамығаның ол қаланың дамығаны, қоғамның дамығаны деген сияқты. Сондықтан бірақ та енді бір мүмкіндіктер болған кезде бәріміз де бірдеме жасап қалуға тырысамыз. Солай. Қағида. Енді білмейтінім есімде жоқ қой. Так, бірақ негізі қызық, полночь в Парижді қараған кезде маған нені ұнақ болғанда, ол анағы кімнің киносы, Вуди Алленнің киносы ғой, Парижге түсіп кетеді, там жазушы жайында, сосын барып ол бұрынғы кезге кетіп қалады, сосын барып ол бәрімен кездеседі, маған Хемингуэймен кездеседі, немен кездеседі. Сол киноны қарағаннан кейін маған Хемингуэйдің фигурасы қызық болып тұрды, что қызық адам сияқты мынау деген сияқты. Сондай бір қызығушылық тудырды сол кино. Сосын кейін оқып бастадым кітаптарын. Сосын ана «Праздник, который всегда с тобой» дейтін кітапты оқыдым. Оказывается, ол манағыдай өлер алдында сағызған соңғы жұмысы өзінің жастық шағы жөнінде Париждегі. Сол манағы «Полночь Парижде» содан көп материалдар алынған екен негізінде. Сондай киноның жалпы нақты фразаны білмеймін, так не бар. Өстіп беске түсіру керек болған кезде. Білмейді екен. Қазір, может, сөйлесіп жатқан кезде есіме түсіп жатса айтамын. Ұмытып қалдым, так не бар. Мен соңғы рет аниме қарап жүрмін по соңғы кезде. Енді қарадым, по-моему. Принцесса Кагуя. Принцесса Кагуя ма? Исао Такахата, короче, Гиблидің студиясының құрушыларының бірі, Исао Такахата деген Миядзакидің почти ұстазы деп айтса болады. Соның түсірген соңғы анимесі, соңғы фильмі, как бы андай не қылып арнап кеткен ғой андай. Өсиет сияқты ма, әлде өзінің бір өмірінен түйген, үйренген, білгендерін сөйтіп фильм қылып жасап кеткен сияқты. Сол «Принцесса Кагуяны» қарадым. Сонда кеңес беремін қарауға. Себебі адамның бір өмірінің басталуы мен аяқталуына дейін бәрі бар ішінде. Күшті. Еңіреп жыладым. Жоқ шығар дейсің. Так, «Уроки гармонии» ұнайды. Еще соңғы кезде қасым кино қарап жүрмін. «Уроки гармонии» ұнайды. Байғазин, Эмир. Ана «Жаным, ты не поверишь» өте жақсы шыққан менше, по идее. Есі дұрыс па сенің? Дені сау ма сенің? Енді көке обал ғой, енді өліп бара тұр ғой. Өтшінді. Болған сияқты, по идее, көп қараймын, бірақ қатты өтпейді негізіне. Балкон деген кино көрдіңіз бе? Жоқ. Қарау керек па? Күшті кино. Жақсы, қараймын. По идее, сондай бір не алайын дедім, андай списокпен қарайын дедім. Черный человекті қарағым келіп жүр, көп неше жыл болды соны қарағым келіп жүрген. Сосын бар, бірақ сол кім Еділжанов қой түсіргенде? Әділхан Ержан. Соның бір киносын қарадым, бір мектеп жайында, что-то бір қыз болады, эмигрантка. Бір ауылға барады. Сол жерде жүреді, атын ұмытып қалдым. Бірақ ол ұнамады деймін, соны қарадым да, ё-мо, чё ұнамайды вообще. Бірақ та сол бәрі айтады, бірақ ана черный человек, ол да Әділхан Ержан песпесі. Соны қарап көр дейді, ладно, окей. Соны қарау керек. Күшті, негізі қолданған сияқты бір кездерде. Жалпы жақсы ғой, өте. Киномен
неде шекерде мысалы чилды қолданды. Содан кейін сол именно андай бір қатты не болған. Шықпай жатып еще сол жақта шықпайды ғой. Кәпіс қатты күтті адамдар. Эффекті үлкен болды да. Адамдарда эмоционально бір не пайда болып қалады, байланыс пайда болады да бір оқиғамен немен деген сияқты. Бір екіншіден енді күшті өзінің өнерін басқа бір өнерге себепкер немесе соны бір дополнить ете алса деген сияқты. Сол жағынан күшті, бірақ та көбінесе андай болады. Просто так алғысы келеді барлығы. Коммерческий проект дедік, просто так алғысы келеді. Ол енді қате, бірақ та енді индустрия жайлап түзелетін болар деп есептеймін. Соған кішкене мән берсе деп ойлаймын да, кино түсіретін адамдар. Одолжение жасамай, как будто андай. Мен киноға шығады, сен күшті болып кетесің деген сияқты әңгіме айтады да олар. Олай емес, просто еңбек қой, еңбекті бағалай көріп. Мысалы, кино түсірген кезде любой площадкадегі әр жүрген адамның ақысы төленеді да. Біздің өнер как будто не сияқты, бесплатный сияқты да. Сол жақ түзелсе деймін. Тарантино немесе Гай Ричи. Тарантино. А24 немесе Голливуд. А24 көп қарамаған негізінен, бірақ ұнайды. Голливуд шығар пока. А24 деймін. Голливуд па? Голливуд. Криштиану немесе Месси. Мен баяғыда Криштиану Роналду қатты жақсы көремін. Манчестер болған кезде. 7-2-8 емес. Роналду. Жақсы. Кенни Уэст немесе Фрэнк Оушен. Кенни Уэст. Фаррелл Уильямс сіздің келесі альбомды продюсер етеді, немесе Кеннимен фит және клипке бірге түсесіз? Альбомды продюсер? Иә. Кенни Уэст па альбом? Жақсы. Мен көбінесе еще кино қарағаннан кейін ән жазатын желание болады кейде. Именно ұнап қалады қатты. Сондай бір киноның несі бар. Мен режиссермен бөліп қараған жақсы көремін. Кезінде Вуди Алленнің киноларын почти бәрін қарап шықтым. Вуди Аллен қатты бір кездер ұнады да. Киносы көп қой еще. Соны постоянно қарайтын едім. Потом бір кездері ана несі жайында шықты ғой, Me Too движение басталды деген сияқты. Кейін сол Вуди Алленге де бір обвинениялар болды, айып тағылды. Оны басына мән берген жоқ, олар, нете береді, манадай өнерпаздан айырып қарау керек деген сияқты нәрсе болды да. Бірақ кейін кішкене ойлап қарайсың, әйелі деген бірден бір қылады, қазіргі әйелі бұрынғы өгей қызы болған, анау кинолардың барлығын бүйтіп тереңдеп қарасам, кішкене нелер бар да, всегда бірден былғып атады, то измена, то ана, то мына, бірдей теманы түсіре береді да, оның кинолар бір қызығы, бірақ өзі жайында түсіреді да, постоянно, өзі именно авторский кино жасайды ол. Хотя оберткасы коммерческий сияқты болғанмен, авторский да, глубоко авторский, себебі сценарий өзі жазады, режиссура өзі деген сияқты. Сонда кішкене құтты суып қалған бар енді. Бірақ та Вуди Алленнің юморы ұнайды маған. Энни Холлдағы өте күшті кино. Кейінгісі мана сол праздник, полночь в Париже бар. Сосын Зелик дейтін киносы ұнайды маған, документалка. Документалка емес ол, макюментари. Макументалка. Зелик деген адам жайында. Макюментари дейтін жанр бар ғой. Макюментари дейтін типа документалка сияқты. Документалка сияқты түсіріледі, бірақ ол документалка емес, барлығы маңдай құрылған. Ойдан шығарылған. Зелик деген адам жайында. Зелик деген адам не сияқты ғой? Флюгер дейді. Кімнің қасында жүрсе, дәл сондай болып кетеді, қызық күлкілі. Түрлі өзгере береді, өзінің мінезі де, қылықтары да, барлығы өзгереді, соны бірақ абсурдқа дейін жеткізеді. И в целом қатты күлдім, и ойланатын нәрсе болды. Күшті сондай заттар бар. Вуди Аллен жалпы жақсы не да, бірақ енді қалай? Кішкене бүйтіп
біртүрлі адам сияқты деп ойлайтын негім бар. Бірақ та егер просто өнеріңе алатын болсаң, кейбір күшті моменттер бар. Пауло Соррентино ұнайды ол жаңағындай, ол именно эстет қатты, композицияға үлкен мән береді. Молодость қатты ұнайды. Онда молодость көрдің бе, молодость? Ол, короче, пансионат сияқты бірдеме, санаторий сияқты, сол жерде манағыдай не болады, дирижер сол жерде демалып жатады, қызымен демалып жүреді, кішкентай болған, өзінен туған қызымен имеется в виду демалып жүреді. Досы болады, сценарий жазып жүрген, сосын андай өмірдің соңындағы өнер адамының андай кішкене күші кетіп қалған кездері сияқты да, өзінің өмірін түгелімен андай осмыслять етіп жүреді, қызық өте по идее қараған. Сосын Дэдпортаны. Рука Бога тоже андай Наполидегі өзінің өмірі жайында, кішкентай кезі жайында, ата-анасы қайтыс болады, соны қалай қабылдайтыны жөнінде, есеюдің темасын көтереді по идее Рука Бога. Маған не ұнайды сосын, Марадона жүреді постоянно. Молодостьта да Марадона жүреді, Рука Богада да Марадона жүреді, ол Марадона қатты жақсы көрген. Ол еще Наполида ойнаған ғой кезінде. И соны как бы бір белгі сияқты алып жүреді, символ сияқты. По идее қатты ұнайды, сондай символизм де бар, не де бар. Бірақ қазақстандық кино көбірек қарау керек негізінде. Тарантино вообще по идее өте маған қатты не ұнады. Однажды в Голливуде қатты ұнады. Именно повествовательный несі ұнайды да маған. Қалай оқиғаны айтатыны, сторителлингі ұнайды, короче, қатты. Сосын, бірақ Нолан маған соңғы Оппенгеймер например ұнаған жоқ. Слишком мудрить етіп жүрген сияқты болып кетті. Жоқ, не что қиын сөздер, сөз көп болды, әрекетке қарағанда сөз көп болды, сондықтан маған не керек деген сияқты әңгіме болып кетті. Все-таки кино деген ол как будто менің қабылдауымда басқаша да, типа мен информация қабылдамаймын да, тек қана мен эмоция қабылдаймын деген сияқты сондай көргім келеді көбінесе. Ол жерде мен әлде па неден ба деп ойлаймын, 5 минут өткізіп алдым басында бар, содан ба деп ойлаймын, мен бүкіл нем қабылдауым содан нетіп кеткен сияқты. Дұрыс емес болып кетті ма? Иә, уже сосын бір кезде не керек, соттар болып жатқан бітпейтін бар ма, какой-то мелочьтер айтып кетті кейін. Жалпы масштаб жөнінде күшті ғой. Барби ұнайды маған айтпақшы. Барби ұнайды, қатты ұнайды Барби вообще идеальный кино сияқты кәдімгідей. Өте күшті. Грета Гервиг, кстати, ұнайды маған. Грета Гервиг режиссер, Фрэнсис Хадн түсірді, Милая Фрэнсис сосын барып Леди Бёрдті түсірді. Сосын тағы жетеді. Күшті, короче, Леди Бёрд. Маленькие женщины, по-моему. Сценарий жазған сияқты. Тимоти Шаламет, маленькие женщины тоже жақсы кино. Кітап негізінде ғой, по идее ол. Бірақ та Грета Гервиг өте андай несі ұнайды маған, юмор ұнайды. Сосын короче, күшті түсінеді адамдарды, в целом, эмпат ретінде. Негізінде әйелдердің призмасы қызық та маған. Олар адамды жақсырақ ашады, эмпатия бар. Негізі Барби мен Оппенгеймер шыққан қызық болды. Оппенгеймерде вообще ондай жоқ та, типа чисто ол мужской кино деген сияқты бар. Тоже бірақ та не солай айтуға прагматично. Екі ғасыр кетісті ғой сөзі. Иә. Бірақ Барбиде мысалы маған сторителлинг болсын, эмоциональный ашылу, сосын барып қызық болды қараған, ол по идее менше өте маңызды. Сосын да тұр. Короче, Барби идеальный фильм. Посыл жағынан да, не жағынан да қызық болды өте. Шынымен де бізге қатты, негізі адамдарға қатты маңызды емес. Не көрсетіп отқаны бар, адамдарға негізінде ең маңызды сценарий да. Хичкок айтқан дейді ғой, типа кино деген не деген кезде сценарий деп. 3 рет сценарий деген ғой. Сондықтан ең маңыздысы по идее сценарий да. Бізде сол Қазақстанда әлі күнге шейін драматургияны құра алмайды да, қарап отырасың да, сосын жаңағыдай зрительге бір сыйластық, құрмет аз да негізінде. Көрерменнен кішкене чуть-чуть
дебилдау санайды кішкене. Дебил емес, басқа сөз қолданайыншы. Ақымақ санайды, короче. По идее, Алишер Утевпен өткенде танысқанбыз тоже. Сұраймын ғой, 532 деген детектив па деген. Жоқ дейді. Детектив с элементами триллера бірдеме дейді да. Менде бірақ андай сұрақ болған, детективте типа андай маңызды ма деген сияқты. Сенің білмеуің маңызды ма деген сияқты бар емес. Мысалы сен біреу өледі, мысалы там Шерлок Холмстағыдай да, классический типа біреу бірдеме болады да, сосын сен Шерлок Холмспен бірге оны шешесің деген сияқты. Детективтің сол негізгі критерийлерінің бірі сондай бар ма деп едім. Негізінде ондай емес дейді. Детектив түгел мынандай біліп тұру да мүмкін. Сен көрермен біліп тұру мүмкін, бірақ та сен андай главный геройдың қалай оған баратынына бақылап отыру мүмкінсің деген сияқты нәрселер бар да. Қызық негізінде, ол да күшті былай ұнады, сөйлескен еткен. Исао Такахатының анимесін қарайтын болсаң, шынымен де, бірақ мен онымен андай даже жылап қалуға болады да, мысалы типа просто биткен карандашпен салып тастаған суреттерді көріп тұрасың да, бірдеңе болады, например. Даже соны қарап отырып просто жылап жібересің да, например. Мысалы, ол деген андай эмоционалды түрде сен тиіп тұр деген сөз, бірақ та бізде андай именно картинка маңызды сияқты айтады да. Конечно, ракурс бәрі, мысалы типа Сарантинода екеуі де бар да, ракурс, картинка бәрі күшті, композиционный кайф. Еще саған бірақ күшті оқиғаны айтып отырады, еще ол прям win-win ғой. Бірақ ол өте қиын сияқты да, себебі Сарантино көп кино шығармайды. Не ұнайтпайды, бірақ та қуантатын жағдайлар бар, мынандай касса жинайтындығы деген сияқты да, мысалы комедияның уже касса жинайтыны, немесе басқа киноларында дәстүр, мысалы там кәдімгідей бизнес ретінде уже ақша бар екендігі өте қуантады да. Ол не деген сөз? Ол болашақта уже спонсорлардың болсын, инвесторлардың болсын, уже киноға ақша құятынның бір несі ғой, кепілі ғой. Себебі біліп тұру, мысалы көрермен бар, көрерменді қызықтыра алсаң, негізінде жақсы ақша жасауға болады деген сияқты. Сондықтан кино дамитын шығар әлі алда, мына көрсетнелермен, темппен кете беретін болса. Бірақ та комедия шаршатты адамды. Мен комедия қарай алмаймын кейде. Қарамаймын да негізінде, бірақ қарап қалсам, бірақ та түсінікті басы уже бірінші бір 10 минут өткен кезде примерно түсініп тұрасың. Мынаумен ұрысып қалады, мынау білмен болады, соңында бірақ та кешірім сұрайды, бәрі бірге кетті, сосын достасып кетеді, бәрі күшті болады. Сондай 71 жетімен бірге қазақ киносын дамытайық бірге.